40 қара сөз. Зинхар сендерден бір сұрайын деп жүрген ісім бар. Осы біздің қазақтың өлген кісісінде жаманы жоқ, тірі кісісінің жамандаудан да аман жоқ болатұғының қалай? Қайраты қайтқан шал мен жастың бәрі бітім қылады. Шалдар өзді-өзі көп құрбыдан айырылып азайып отырса да, біріменен бірінің бітім қылмайтұғының қалай? Бір елдің ішінде жамағайынды кісі бірге туғандай көріп, іші елжіреп жақсы көріп тұрғы. Елі келсе, әр беріден соң қайта шашқандай қылатұғының қалай? Жаттың бір тәуір кісісіне көрсе, жарықтық деп жалбырап қалып, мақтай қалып, өз елінде соның артық адам болса да танымайтұғыны қалай? Бір жолаушы алыс жерге барса барған еліне өз елін мақтаймын деп, өтірікті сыбап қайтып келген соң сол барған көрген елін жерін мақтап өтірікті сыбайтұғыны қалай? Қай қазақты көрсем де баласы жасырақ болса, оның басынан пәрмене болып жүріп ер жеткен соң суық тартатұғыны қалай? Біреудің ағайыны торқалы той, топырақты өлімде, адалдық берекеде алысуға таба алмай барымды алалық, ұрлалық десе табыла қоятын қалай? Бәйгеге ат қоссаң атыңды тартыспайтұғын, ағайын атың келсе бәйгесіне өкпелейтұғыны қалай? Баяғыда біреуді пәлен жасында келе жатқанда пәлен жерге жеткізіп салып едім деп, соны өлгенше айта жүруші еді. Осы күнде бұл жылғы берген ендігі жылға жарамайтұғыны қалай? Байдың баласы кедей болса, ұрлық қылуға арланбайды, байға кірісуге арланатұғы қалай? Екі жақсы бір елде сүйіскен достығында тұра алмаспайды. Кейбір ант тұрғандардың тымақ тату бола қалатыны қалай? Біреуді досын деп ат беріп жүрсең, оған сенің бір дұшпаны келіп бір тай берсе бұзыла қалатыны қалай? Күнде тілінен алатұғын достан кейде бір тіл ала қойған дұшпанға кісінің өле жазда тұғыны қалай? Көп кісі досым жетілсе екен демейді, егерде жетілсе бағанағы досына бір бітімі жоқ дұшпан сол балатұғыны қалай? Кей жұрт ақыл айтарлық кісіні іздеп таба алмайды, қылығының қылшығын татитұғын кісіден ғашық жүретұғыны қалай? Біреу-біреудікіне келгенде үйдегі малының бәріне де айдап келіп, өз үйіне кісі барған бар, малын далаға айдап жіберетұғыны қалай? Тыныштық іздеп таба алмай жүрген жұрт тыныштық көрсе, сәтке тұрмай тыныштықтан жалыға қалатұғыны қалай? Елді пысық билігі несі? Пысықтың бәрі кедей келетұғыны несі? Тоқал қатын өр келетұғыны несі? Кеселді кісі келетұғыны несі? Кісінің кер келетұғыны несі? Нәпсісін тыйып, ойын тоқтатқан кісінің жаман атанып, нәпсісі билеп мақтанға еріп, бәле шығарған кісі мықты атанатұғыны несі? Қазақтың шын сөзге нанбай, құлақты да қоймай, тыңдауға қолы да тимей, пәлелі сөзге өтірікке сүтті үйіп, бар шаруасы судай ақса да, соны әбден естіп ұқпай тынбайтұғыны қалай?